Жеті қарақшы. Баяғыда ата-бабаларымыз жеті қарақшы жұлдызын пан әлемінің сағаты немесе аспан тілі деп атаған екен. Қазақ малшылары жеті қарақшы жұлдызының ауынан түнгі тәулікті дұрыс айыра білген. Соның нәтижесінде бір түнді үшке бөліп қарастырған. Кеш, түн ортасы, таң алды, немесе түн басы, жеті қараңғы түн, соңғы түн деп бөлген. Қазақ түн қатып жол жүргенде, алыс сапар алғанда, барар бағдарын аспан жұлдыздарына қарап, дұрыс межелеп, анық айырып отырған. Аспан шырақтарының бағытын дұрыс бетке алғандықтан, барар жеріне, қонар ауылына жаңылмай барып, жазбай тауып аман-есен жетіп отырған. Жер тараптары мен түн мезгілдерін айыруда жиі пайдаланған. Жеті қарақшының ең жақсы көретін айлары наурыз, сәуір айлары. Қыркүйек айының 23 жұлдызы. Түн ортасы кезінде жеті қарақшы жұлдызының шөміш сабы аспаннан төмен қарай салбырап тұрады. Бұл кезде күн барынша қысқарады. Түн мейлінше ұзарады. Наурыз айының 25 жұлдызы. Түн ортасында жеті қарақшы жұлдызының шөміш сабы жоғары қарап оңтүстік жақты көрсетіп тұрады. Бұл кезде күн мен түн теңеледі. Көктем кіреді, топырақ жұлдызының бағы жанды деп есептейді. Желтоқсан айының 22 жұлдызы. Түн ортасында жеті қарақшы жұлдызының шөміш сабы шығыс жақты көрсетіп тұрады. Бұл кезде күннің ең қысқарған кезі. Түн ұзара береді. Қазақ ертегілері бойынша жеті қарақшы және темір қазыққа қатысты екі ертегі сақталған. Біріншісі, Тәңірі өз аттарын темір қазыққа байлайды. Темір қазықтың қасында қос жарық жұлдыз сол ақбоз бен көкбоз ат есептеледі. Темір қазыққа арқандалған тұлпарларды ұрлау үшін жеті қарақшы жылқыны торуылдап, жайылған жылқының соңынан қуалап, баспалап айналып жүреді. Бірақ әр күні таң атып кетіп, олар қапы қалып отырады. Екіншісі, осыдан көп заман бұрын аспан әлемінде ағайынды жеті жігіт өмір сүріпті. Өздерінің ауызбіршілігі мықты, күшті, сотқарлықпен аты шығып жүріпті. Күндердің күнінде ағайындылардың бірі үркер жұлдызының үлпілдек атты сұлуына ғашық болып қалады екен. Ғашық болып, оны ұрлап кетіпті. Сол әрекетінен кейін оларды басқалар жеті қарақшы деп атап кеткен екен. Қыздарын қарақшылардан құтқарып алу үшін үркерліктер әлі де жеті қарақшыны қуып жүр екен дейді. Жақындап қалғанда ылғи да таң атып қала береді екен. Қуып жеткенде олардың қырғын соғысынан ақыр заман болады дейді. Әрине, бұл аңыз. Ең жарқырап тұрғаны қарақшылардың атаманы, жанында көмескіленіп тұрғаны сол үлпілдек ару екен. Шын мәнінде зер салып байқап қарасақ, жеті қарақшының сабы жағынан қарасаңыз, екінші әлде үшінші жұлдыздың түбінен әлсіз жарықты жұлдызды көресіз. Одан соң аспан әлемінің екеуі екі қарама қарсы тұсынан туса да, таң бозарғанда бір-біріне өте жақындап қалады. Дәрілік қуаты толады. Жайылымдар малға жұғысты бола бастайды. Мал құмалағы сары алтындай болып сарғайып түседі деп есептеп жатады. Бастау, өзен, құдық сулары тұнады. Емді қуатқа, сусындық суатқа жарады деп тұжырым жасайды. Қазақ үркер шоқ жұлдызы көкжиектен көрінген күннен бастап, таудың мөлдір бастау суларын ауруларына ем шипа іздей бастайды екен. Мәселен, жүрек, бауыр, өт, бүйрек және асқазан созылмалы ауруы бар адамдар тау бұлағының бастау кезінен шарт ретінде әр күні таң бозында 7 кеседен аш қарынға жалғастырып су алып ішсе, ауруына бір жола жазылады. Ал артық салмағы бар және де қан қысымы жоғары адамдар солай істетсе, артық майларынан арылып, қан қысымдары төмендейді екен. Денесінде тері ауруы бар адамдар әр күні таң бозында тау бұлағының суынан 7 шелек су алып құйынса, яғни шомылса, тері ауруы қалпына келеді. Қазақ үркер шоқ жұлдызын қыс ортасы болғанда аспанның қақ ортасынан, яғни төбемізден көреміз. Үркер төбеге келді, қыс ортасы болды деп есептейді. Бұл кезде күн қатты суытады. Қабағат қалың қар жауады деп алыс сапарға шықпайды. Ұзақ жерге жолаушы бармайды.
малдарын үй маңындағы жайылымдар мен қораларда ұстауды жөн санайды. Көктем кезінде іңгерде үркер шоқ жұлдызын күн батыстан көреміз. Бұл кезде қазақ есепшілері көктем келді, үркер жамбасқа түсті дейді. Қыстың ызғары қайтты, көктемнің құстары орала бастайды. Енді малды төлдеулікке қарай көшіруді қамына кірісе бастайды екен. Жазды күні үркер шоқ жұлдызы аспан әлемінен мүлде көрінбей ғайып болады. Бұл кезде қазақтар үркер жерге түсті. Үркер жерге түспей жер қызбайды деп қарайды. Үркер аспан әлемінен көрінбей кеткен күннен бастап 40 күн шілде басталады. Шілде айы кіреді. Жаз қызады. Ойпаттардағы құмдар енді құмға айналады. Үркер көрінбей кеткен күннен бастап құрғақтағы, қырдағы таза құмдарға барып адамдар көміліп емделсе, ыстығын өткізсе, әртүрлі буын аурулары және ревматизм, сүйек, жел, құз аурулары, тағы басқа да аурулар, сол сияқты суықтан пайда болған аурулар жазылады дейді. Себебі оларда піскен құм сорып сіңіріп алады екен. Адамның бойында емдік және күш қуат тартады екен. Күн жарығына шағылысып көрінбей қалған үркерді баяғы ата-бабаларымыз жерге түсті деп жорған. 40 күн өткен соң таң жарығында күннен алыстап батысқа қарай жылжып бара жатқан үркерді көреміз. Бұл қозғалыс жыл сайын осылай жалғасып отырады. Бірақ бір нәрсені қазақ жақсы білген. Дәл осы кезде жердің қызуы, құмның ем болуы, расында аспандағы күннің де, жұлдыздардың да қатысы болғандығын қазақ жақсы білген екен.